Баршаңызға ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін кезекті түсірілімімізді бастап кеттік. Бүгін мінекей ауа райының қолайсыздығына қарамастан базарға ерте келіп, сатушылар да енді келіп жатыр. Қазір түсірілімді жақсылап түсіріп сіздерге көрсететін боламын. Сіздер бірге болыңыздар, бөлісе отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Ал енді кеттік. Так, мына қатардың шетінен бастап кете берейік. Hyundai Kona 2020 жылғы 1.6 объеммен $12.700 шап тұр. Так, VIN коды $12.700 шап тұр. 26 миль жүрген. Келесі Hyundai Elantra 2019 2.0 объеммен 120 миль жүрген. Комплектация Cell Plus дейді. $7.900 шап тұр. Кеттік келесі. Келесі де 2019, бұл жерде $9.300 шап тұр. 130 мың миль. 2.0 объеммен сұр түсті. Екеуінде де велюровый салон. Люк. Келесі BMW тройка. 2013 жылғы М пакеттеп қойыпты. $8.500, 110 мың миль. 2.0 объеммен. Camry 75. Тұрмын 70 қой негізі. Camry 70. Алдын удар болған екен, сол себепті 75-ің бамперін кигізіп қойыпты. 2019 2.5 91 мың миль жүрген $12.500 шап тұр. Сұр түсті. Бұл жерде комплектация AC. AC плюс емес, просто AC. Келесі арзандау көлігіміз Elantra 2017 126 миль жүрген 2.0 объеммен $6.800 шап тұр. Бұл жерде де удар алдан келген сияқты. Аржақ крыланың түсі мына жағынан болған сияқты. Өзгеше болып тұр. Дәл сондай тағы бір Elantra 2018 жылғы. Бұл да 2.0 объеммен 83 миль жүрген екен. $7.000 шап тұр. Келесіміз 2018 екінші ай 2.0 объеммен 127 мың миль жүрген $6.800. Мынау 2017 екен. $7.200 шап тұр. 105 миль жүрген 2.0 объеммен. Бұл енді арзан көліктер болғандықтан қол жетімді бағада. Бұлар 2.0 объеммен 1.6 2.0 болады. Мұнаның енді страховочный линиялары барлығы орнында сияқты. Механистік немесе утоплинг болып келген ау соған қарағанда. Қазір жаңбырлы күн болғаннан кейін машинаны бүйтіп көзбен қарап та білу қиындау. Сол себепті шетінен айтып кете берейін бағаларын. 2021 жылғы Subaru Forester $12.100, 2.5 объеммен ақ түсті. Люк бар, кожаный салон, кожаный бежевый салон. Келесі мынау енді Camry AC жаңа келіп отыр екен. 2019 жылға. Бұл да алдынан соқ қалған, бірақ жақсы соқ қалған. Ходовой бәрі кетіп қалған, бірақ 75 қылып жинап қойыпты. $11.700, 2019 жылғы 120 мың миль жүрген AC комплектациясында. Сұр түсінде. Ішін көрсете кетейін. Мінекей. Келесі гибридный 2018 жылғы 70, $18.200. 53 мың миль жүрген. Гибрид XLE комплектация. $18.200 ма? $18.200. Кеттік келесі. Енді мынау Camry 50 AC комплектациясында. AC плюс емес, просто AC. 2013 жылғы $8.500, 146 миль жүрген екен.
2.5 объеммен. Бұның енді көп сұранысты, сол себепті сразу вин кодын көрсете кетейін. Мінекей вин кодында қарап аржағын өздеріңіз көріп аласыздар. Ақ түсті қара салонмен. Келесіміз Optima. 2019 жылғы $7.200 сап тұр. 129.000 миль. 2.4 объеммен GDI мотор. Панорама ештеңке жоқ. Бұнда вин кодын көрсете кетейін. Сіздер өздеріңіз қарап аласыздар. Тағы бір 50. Ақ түсті AC. 13 жылғы $8.500, $72.000 миль, 2.5 объеммен, қара салонмен. Лавовой оригинал екен. Вин коды. Бамперлердің түстері басқаша болып тұр. Келесіміз 70-міз. Бұл жерде уже AC плюс екен. AC плюс люкпен $14.000, 2019 жылғы 64.000 миль жүрген, 2.5 бесключевой доступ. Ford Fusion 2015, 2.5, $5.800. Бұл енді EcoBoost мотор, бұл жерде гибрид емес, сол себепті арзан. Кеттік. Passat 2013 жылғы, мінекей арзан көліктер, $4.800. 2013, 126 миль жүрген, 2.5 мотормен. Бұның вин кодын көрсетейін, бірақ енді байқап тұрғандарыңыздай, оң жақ бетен түсі байқалып тұр, оң жақ сол жақ крылаларын. Вин кодын көрсете кетейін. Онда қарап аларсыздар. Келесіміз $5.800. 2013 жылғы 2.5 мотормен. Тоже Passat Volkswagen. Бұл жерде енді артықшылығы люк бар екен. Келесіміз Jetta. Jettамыз не дейді? $10.000 дейді. $10.600. 1.4 мотормен 30.000 километр жүрген. Мына Jettамыз $15.000 шаптыр. 2022 1.5 объеммен 68.000 миль жүрген екен. Мына Jettамыз Airline $13.000 шаптыр екен. 21 жылға 1.4 Volkswagen Jetta. Мінекей. Келесі кеттік мына қатар қарай. Бұның бағасы жоқ екен. Tucson $14.200, 2020 жылғы 2.0 объеммен 4.4 47.000 миль жүрген. 2.0 объем газ қойылады. Сол себепті кішкене біз жақ қарай спросы бар бұның. Бізге жаңағы Россияға 2.0 объемның 2.4 пен 1.6-ына қою сәл қиындау газда. Келесі. Мынаған жасап тұрайық. Бұл 2.4 деген $12.000. 2019 жылға 38.000 миль жүрген. Бірақ полный комплектация емес. Велюрлы салон екен. Светлый салон. Келесіміз Ford Escape $11.600. 20 жылғы 1.5 объеммен 91.000 миль жүрген. Вин коды. Велюровый салон. AC комплектация. Алдында бір Escape шағандарыңыз бар еді. Мінекей EcoBoost мотормен. Үзіліп кетті. Келесіміз Subaru Outback $6.400. 2013 жылға 2.5 мотор 100.000 миль жүрген екен. Santa Fe 2019 2.4 объеммен 47.000 миль, $15.800. Мокрый асфальт түсінде. Бізді тағы қалай айтады? Мышь цвет кей ма? Мінекей. Вин кодын көрсете кетейін. Сразу. Өздеріңіз қарап аларсыздар. Camry 70 $13.800, 2020 жылға 21.000 миль жүрген. LE комплектациясында сор түсті. RAV4
18 жылғы 2,5 миль жүрген, 12.300 доллар. Мокрый асфальт үстінде, полный привод. Так, велюровый салон. Так, келесі RAV4 16.700 доллар, 2019 жылғы 70 миль жүрген, полный привод. Так, келесі қатарға кеттік. Так, мынау не дейді? 2016 жылғы Highlander 14.500 доллар, 3.5, 78 миль жүрген. Қоңыр түсті. Вин-коды. Вин-код. Так, велюровый салон екен. Комплектациясы слабый екен. Кеттік дальше. Осылай қатарларды түсіп кететін болын бүгінге. Сіздер бағасын қарай отырыңыздар. Hyundai Santa Fe 2017 жылы 2.4 мотормен 9.500 доллар сұрап тұр екен. Бағасын түсіріп қойыпты, 62 миль жүрген. Вин-коды. Велюровый салонмен қара түсті. Келесі RAV4-іміз. RAV4-іміз 2015 жылғы 2.4 104 миль жүрген, 12.800 доллар сұрап тұр екен. Мінекей вин-коды. Велюровый салон, люк, LA комплектация. Так, келесіміз бұл да Santa Fe. Бұл да бағасын түсіріп қойған 9.500 доллар қылып. 2017 жылғы 2.4 мотормен вин-коды. Бұл жерде қанша жүрген мынау? 2642 миль дей ма? Мінекей. Келесі IS 300 24 мың доллар дейді. 2020 жылғы 7 ай 2.0 AB мен F-Sport комплектациясы. Түсі өте әдемі екен. Бұлай жанып тұрған түсі екен. Бұл жерден айтатын ештеңе жоқ. Бежевый салонмен. Люк, F-Sport комплектация. Так, Nissan қызық емес. Элантрамыз не дейді бұл? 12.500 доллар 2022 жылғы 2.0 AB мен 44 миль жүрген. Мінекей вин-коды. Бұның салоны қандай екен? Салоны тоже велюровый. Бұлай көрінбейді екен. Так. 10 миль проехал обратно. Вот это. Қадар? 10 миль проехал. Вот есть 15 миль проехал. Ага. Так. Не битый, не крашеный оба тоже без окраса. Утопленник? Ну, она есть. Линия есть, да? Так, 18.500. На своем ходу видео есть, оба тоже на своем ходу приехали. Оба тоже. Ага. 18.500 21 жылғы 2.5 10 мың миль дейді, бірақ машина суға батқан, парога астан кеткен. Ага. Он арағында саудасы бар деп айтып тұр. Өздеріңіз естіп тұрсыздар. Скидкасын жасап берем деп. Так, келесі. Бұл да ударсыз келді дейді. Екі машинада на ходу келді деп тұр. 19.500 20 жылғы 2.4 мотор 15 мың миль жүрген. Вин-кодында көрсете кетейін. Проекциясымен, панорамасымен. Бұның ең комплектациясы жалпы дұрыс екен. Мінекей. Так, келесі Santa Fe дейді. Бұл 16.500 доллар сұрап тұр. 2019 жылғы бұл да 2.4 AB мен вин-коды 2.4 миль жүрген. Бұл жерде жаңа екі деталі бойылған деп тұр. Қазір айтып жатыр. Қалғаны родной дейді. Оны енді кейін тексеріп жатармыз. Hyundai Tucson. Tucson бұл 2.0 AB мен 2017 жылғы 9.500 доллар сұрап тұр екен. Вин-коды. Мына жерде де көрсетілмеген. Бұл жерде енді көрсетпеудің бір себебі. Түсіндіріп айта кетейін. Бұл жерде де көрсетілмеген екен. Бұлардың көрсетпеу себептері басында енді базарға енді келген кезде бұлар енді жоғары баға қояды.
бұлар енді көбіне компанияның атын алады. Компанияның атын алғаннан кейін бұл жерде жүруге 90 күн уақыт беріледі. То есть 90 күннен кейін бұлар или реэкспорт жасау керек, немесе осы жерде терминалға салу керек болады. Терминалға күніне 10 лари, яғни күніне 1800 теңгеден төлеп отырады. Определенный белгілі бір уақыт беріледі. Ол уақытта шығып кетпесе, немесе арғай растамыш жасау керек болады, болмаса жаңағы енді реэкспорт жасау керек болады. Жасамаса штраф төлейді. Сол себепті кейіннен баға түседі, баға өзгереді. Сол себепті енді бұлар бағасын жазбауға тырысады. Себебі енді келіп тұрған, көріп тұрған адамның психологиясына қарап бағаны да айтады да бұлар. Оны атып прям былай кете алмай тұрсаң, үлкен бағадан түспей тұрады. Сондай. Бұл енді бұл сауданың өзінің бір әдістері ғой. Жалпы негізі былай түсіндіріп айта кетейін. Мысалы Қазақстан азаматы, басқа да бір шетел азаматтары мысалы аукцион алған кезде бұл жақта 45 күн беріледі. Машинаны ремонттап, жасап, реэкспорт шығарып алып кетуге 45 күн беріледі. 45 күн ішінде ол адам мысалы машинамен жүре алады. 45 күннен кейін жаңағыда или реэкспорт жасау керек, или растамаш жасау керек, болмаса терминалға салу керек болады. Өздерінің азаматтарына, мысалы осы Грузияның азаматтарына 60 күн беріледі. Аукционнан келген машиналарды 60 күннің ішінде или жаңағы жөндеп сатуға. Одан кейін терминалға салу керек болады, немесе растамаш жасау керек, реэкспорт жасау керек деген сияқты. Соған үлгермесе күнделікті жаңағы 1800 теңгеден штрафын төлеп отырады. Штраф емес, мынау базаға кіргізіп қою керек болады. Кіргізген ақысын төлеп отырады күнделікті. Сол себепті бағаны бұлар тезірек түсіріп сатып жібереді. Түсірген күннің өзінде, бірақ енді бұл жерде ешқандай бір сатушы өзінің ақысын жібермейді. Сіздер қанша түсіріп айтқаныңызбен, сұрағаныңызбен, ол өзінің расходтарын, өзінің қалтасына кеткен ақшаны ешқашанда өзін түсіріп жіберіп, өзінің ақысын жібермейді бұл айтқанда. Сол жалпы, мысалға Камриді мысалға қазір біз қазақтар енді толтырып алып жатыр. Бағасы енді аспанда жүрді бұның шарықтап. Бірақ кейіннен мысалға бағасы түскен күннің өзінде олар мысалға бұған кеткен ақшасы мысалы ары кетсе $9,000, қазір айтып тұрған бағасы $9,000 болса, өзінің қалтасына кеткен ақшасы $6,000, $6,000-дан артық төмен түспейді. Солай жалпы. 50 есе, но енді бағасы ұстап тұрған бағасы $10,000 дейді мінекей. 2014 жылғы 150 миль жүрген есе плюс люкпен бесключевой доступ бар ма, жоқ па? БСМ-дері. Так, БСМ бесключевой доступ жоқ. есе комплектация ақ түсті. $10,000 дейді. Вин-кодын көрсетіп кетейін. Бірақ енді $10,000 үшін өте қымбат. Бірақ бәрібір айналып келгенде біздің қазақтан басқа ешкім алмайды ғой. Біздің қазақтардың біреуі алады. Да, вот. 28? Да. 3,5, да, тут? 28 мың дейді. 2021 жылғы 3/5 Highlander полный привод. $28,000 дейді. Это 3,5, да. 16 миль пробег. 16 тысяч миль, да? Бежевый салон екен. Так, XL комплектациясында. Яғни жалпы осылай. Так, кеттік дальше. Так, бізде мына бір жерде тағы бір Highlander тұр екен. Бұның бағасы $2020 жылы екен. 2020. Так, 3/5 бұл жерде де. Мокрый асфальт үстінде. У нее цена? 26, да? $26,000 дейді. Бұл енді LE комплектация бұл жерде. $26,000, шын айтсам, бізге кіргізуге, растамаш жасауға кішкене қымбат. LE комплектация.
Так, кеттік онда. Сиена гибрид саған кісілерге 2/5 сиеналары мінекей алдарыңызда. Так, 21 жылға 37.000 миль жүрген 2.5. Так, вин-код. У него цена какая? Вот этот. 30? Ага. $30.000 дейді. $30.000. Сұр түсті және сұр салонмен. Так, XL гибрид. Да. 2.5. Мінекей. Енді чисто семейный машина. Артық ештеңесі жоқ. Бірақ трассада сәл қиындау 2/5 үшін мындай салмақ тарту. Келесі Kia Optima базовый комплектация дейді. 2000 қай жылғы мынау? 2017. Так. 2017, 2.4 объеммен 83.000 миль деп қой, бірақ 83.000 ұқсамайды. Кішкене қарау керек. Бірақ бағасы $5.000 дейді. Бағасы $5.000 болады, тағы да саудаласып түсіруге болады кішкене. Удары тек бір крыло дейді. Қара түсті. Optima EFE 2.4 GDI мотор, передний привод. $5.000. Арзан көліктерге мінекей сіздерге түсіріп жатырмын. Так, келесіміз бұл жерде тағы бір Optima. Так, 2017 2.4 98.000 миль жүрген екен бұл. Бұл жерде енді мінекей кішкене линзы оптика дегендей, духолары бар дегендей. Бұл бесключевой доступ. Так, BSM комплектациясы жақсы екен араға қарағанда. Себебі кожаный салон. Так, панорамная крыша. Мінекей. Экран 78.000 миль екен ғой. Удержание полосы. Бірақ енді өтпіштер подогрев. Салоны кішкене шаршап қалған екен. Кішкене емес, біраз шаршап қалған. Вин-коды. Abi бұл не kadar? Onun son fiyatı $6.500. $6.500 son fiyatı. Енді болар бағасы $6.500 дейді. Optima EX комплектация. Енді жалпы осы. Так, келесі Camry 50. Мокрый асфальт үстінде $8.700 дейді. Әлі бағасы жазылмапты. Мінекей вин-коды, EC комплектация. Аукционнан жақында келген, өздеріңіз енді қарап көресіздер. Жабық тұр екен. 2014 аудиум. $8.700 бағасы. Жаңа вин-кодын көрсете кеттім, кімге қызық. Ашып қарай жатарсыздар. Келесі Foran'ларымыз. Бұл 23 жылға $34.000 дейді. 6.000 миль жүрген 4.0 объеммен. Так, комплектация TRD Offroad. Pro емес әрине. Бірақ $34.000. Бұл бастапқы бағасы только. Бастапқы бағасы. Аржағында уже саудасы бар. Так, келесі 21 жылға. 21 жылға бұл $28.000 дейді. Бұл да TRD Pro екен. Бұл TRD Pro екен. Так, вин-коды әрине көрінбейді. Есік ашық екен. Мінекей. Вин-коды. 20 жыл екен бұл вин-код бойынша. Ар жаққа 21 жазып қойыпты. Бұл Pro енді. Мінекей. Pro енді самый максимальный комплектация, өзіңіз білесіздер. $28.000 стартовый ценасы. Ар жағында кішкене саудасы бар. Саудасы болады.
келесі хайландерлеріміз. Мына жерде түсі әдемі екен маған хайландердің. Так, 38.000 доллар дейді. 2024 жылғы. Мінекей, Винкода. 24 жылғы 2.4 мотормен. Биржа салон. Енді панорамный крыша. Бұл жерде есігі ашық екен. Жабық екен. Бірақ түсі мақтыры өте әдемі екен. Әсіресе жаңбыр жауып тұрған кезде жақсы көрінеді екен. Платинум комплектациясында полный привод. Самый полный комплектация платинум. Так, келесі бұл 37.000 доллар дейді. 23 жылғы 8500 километр жүрген. Так, Винкода. Мына 10.000 километр жүрген. 10.000 миль жүрген, мынау 8.000 миль жүрген. Так, мынаусы 36.000 доллар дейді. Мына жақ 38.000 доллар жазып қойыпты, бірақ 24 жылғы 1000 миль жүрген екен. 2.4 объеммен. Так, Винкода. Хайландер бойынша бағалар осы. Так, кеттік ары қарай. Так, ары қарай кеттік. Камри 70, 13.000 доллар. 13.000 доллар 2020 жылғы. 2.5 объеммен 92.000 миль жүрген. Винкода. Қара түсті, AC комплектация. Какой это ценник? Это уже продали. Продали, а? Ага, хорошо. Ага. Так, келесі Outback 10.100 доллар 2014 жылғы полный привод 2.5 объеммен. Бұлардың енді бір жаман жері дұрыс көрінбейді. Винкодтар мына жағын кожан салон. Люк. БСМ енді барлығы бар. Так, Honda CR-V 21.700 доллар 2020 жылғы 1.5 объеммен. Tucson дизель екен, керек емес. Chevrolet 12.500 дейді. Так, мынау Вензаның бағасын біле кетейік. Так, 28.500 доллар 2020 жылғы 2.5 объеммен 25.000 миль жүрген екен. Венза бойынша сұрап жатқан кісілерге Винкодын қарап, осыған ориентир ұстайсыздар бағасын. Келесі Outback Subaru 2017 жылғы 6.500 доллар сатып тұр. Винкоды көрінше мінекей. Винкода қызыл түсті, велюровый салонмен, люк жоқ, 6.500 доллар. Жаңбыр тоқтар емес, бірақ сонда да жалғастырамыз. Гудаури, Қазбек жақтарда қар жауған сияқты. Ол жаққа қар жауған кезде Руставиде жаңбыр жауады деген негізінде жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша. Ал біз келесі бағалар айта кетейін. Так, F10-тен бастайық. 2015 жылғы 3.0 объеммен 12.000 доллар, 57.000 миль жүрген, М-пакет кигізілген. Так, мұны өткен жолы айтып кеттім, керек емес. Так, BMW X5 G05 42.000 доллар, 3.0 объеммен 63.000 миль жүрген. Жүрісі, так, 2019 жылғы 42.000 доллар. Неке. Так, келесі Lexus RX. Так, 63.000 доллар дейді. 5.000 ғана миль жүрген екен, 24 жылғы 2.4 гибрид. Мокрый асфальт түсінде. F-Sport комплектациясы. Так, келесі F15-іміз 15.500 доллар, полная комплектация, бірақ биржевый салонмен, мокрый асфальт түсінде 2015 жылғы бензин 3.0 объемда жүрілген жүріс жазылмаған екен. Так, келесі Mitsubishi-іміз 13.500 доллар 2019 жылғы. Eclipse Cross полный привод 2.0 объеммен 42.000 пробегпен. F15 бұл жерінде полный М кигізілген екен.
жасалынған 2016 жылғы 3.0 объеммен. Мінекей ақ және салоны қара түсі ма жоқ биржа түсті екен. 98 мың миль жүрген, 20 мың доллар жатыр 2016 жылға. Так, келесіміз BMW шестерка 640 3.0 объеммен 2016 жылға 18 мың доллар сатып тұрады. Ақ түсті және салоны қара салонды. Қара салонда М пакетте. Фокусын жоғалып кетті ғой. Так, BMW тройка 12 мың доллар 2018 жылға 2.0 объеммен 59 мың миль жүрген. Келесі Camry 50, бұл енді алдыңғы түсірімдерді көрсетіп кеттім. LE комплектация 8500 доллар 2014 жылға 2.4 объеммен 44 мың миль жүрген. Так, Jett'іміз 9 мың доллар 2018 жылға 1.4 объеммен. Мінекей люк. Так, 2015 жылға тройка 2.0 мотормен, яғни 320 немесе 328 модель. Так, 6900 доллар еді. Арзан көліктерден 6900 доллар. Так, Nissan'ымыз қанша сатып тұрған? Nissan Rogue 7900 доллар еді. 2015 жылғы 3.5 екен. 3.5 бізге мүлдем қажет емес. Так, келесіміз Passat'ымыз 14 мың доллар 2020 жылғы 2.0 мотормен, бензиновый, люкпен, комплектация сылма, кожаный салон екен. Кожаный салон. Бұра рестайлинговый. Рестайлинговый Passat. Так, кеттік дальше. CR-V 17 мың доллар саптырды, азын саптыр екен. 21 жылға 1.5 бензиновый мотормен 2021 жылға 17 мың доллар. Так, вин кодын үйтіп көрсете қойын. CR-V сап жүрген кісілерге өздеріңіз қарап аласыздар. Так, арзан Passat'тан 2016 жылғы 1.8 мотормен 6800 доллар көрсетіп қойыпты. 6800 доллар. Енді бұл жерде 1.8 мотор, люкпен, қызыл түсті және енді салон комплектациясы былай дұрыс екен. Кожаный салон, бежевый цветті, люкпен. Мінекей. Кімге қызық, вин кодында қалдырып кетемін. Арзан көліктерден осындай варианттардан қарасаңыздар болады. Так, келесі. Келесі бізде енді X қатты спрос жоқ, бірақ сонда да түсіп кетейін. Бұл X1, X1 да, X1, X1 бұл 7800 доллар саптыр. Бұл 2.0 объеммен 68 мың миль жүрген 2015 жылға. Бұл жерде панорама барлығы бар екен, тоже кожаный салонмен. Не, қажет емес, не надо. Вот так, сниму просто. Жалпы осы X1-лер бойынша. Так, Prada'ларды өздеріңіз білесіздер, олар новый уже. Так, мына қатар түсіре кетейік полностью. Так, Lexus GX 460 бойынша 2014 жылғы 23500 доллар. Цена договорная дейді, тағы цена бұл местный уже бұл жерде жүрген машине. Сол себепті 4-те 6 объем, өздеріңіз білесіздер. Келесі. Так, BMW X5 G05 42800 доллар 2019 жылғы, пробег 65 мың миль екен. 3.0 объемда. Ақ түсті, M-вес полностью. Так, Range Rover қызық емес. Келесі. Так, Range Rover бұл да қызық емес. Так, GL дейді, GL. Соны да айта кетейін, GL-дер бойынша 2018 жылғы 3.0 объеммен 87 мың миль жүрген, бензиновый 23500 доллар. Панорамный крыша, енді комплектациясы өте жақсы. Так, Range Rover қызық емес. Келесі X5-іміз
Бұл енді келген екен, бағасы жазылмаған екен. F15-іміз заводской М пакетте. Салон бежевый екен, шынымды айтсам, өзіме бұндай бежевый түсті салондар ұнамайды. Так, Lexus NX бағасын жасырып қойыпты. Так, бұл да бағасын жасырып қойыпты. Так, $28,000. 20-шы жылғы XLA комплектация Highlander 3.5 объеммен. Кеттік, F15 $18,700, 2017 жылғы 109,000 пробег, 3.0 объеммен, бензиновый, панорама. Мына жерде люгін ашып кетті. Жаңбыр жауып тұрған кезде. Мінекей. Так, X6, X6 бізге қызық емес. Так, F10 $11,800, 2014 жылы 3.0 объеммен. Бұны енді тұрғанына біраз оқып қалды, себебі бұл утопленниктен бәрі қорқады. Өткен жолы енді айттым ғой, алдыңғы видеолары көрсетіп кеттім алмаймын, да? Кеттік, келесі BMW 6-ерка $21,000, 2016 жылғы 3.0 объеммен, 100,000 пробегпен, панорама М пакет полностью. Келесі F15, F15-іміз 2015 жылғы $17,000, 3.0 объеммен, 109,000 пробег миля. Так. Тұрғы қызық емес. Kia Stinger соған кісілерге $13,000 дейді. $13,000, 2.0 объеммен, пробег 77,000, 2017 жылғы панорама. Енді комплектация бұлардікі өте жақсы болады, сол себепті. Полный привод. Айтатын ештеңесі жоқ бұл жерде. Бірақ бізде Қазақстанда бұған сұраныс өте аз. Тек бартер сұрайды бұл машинелерге. Ладно, кеттік. Келесі G05 X5 2019 $41,000, 3.0 объеммен, 51,000 миль. 51,000 миль. М200. Так, келесіміз Mercedes GLC $22,000 деді, 2019 жылғы 2.0 мотормен, бензині 77,000 миль жүрген екен. Так, тағы да бір X1-іміз $7,300, 2014 жылғы 2.0 объеммен. Так, GL-іміз 2015 жылғы $14,500 жауып тұр екен. 3.0 объеммен, пробегі 129,000. Енді бұның объемы 3.0 кеп тұр бізге негізінде. GL 450 полный привод дейді. Бірақ сонда да бұларға спрос өте аз бізде. Так, мына жақ қарай өтейік. $6,500, 2017 жылға. $6,500. Өте винкоды. Ақ түсті, базовый комплектация бұл айтқанда. Почти местный учетта. Так, келесіміз Camry $13,900, 2019 жылғы 2.5 объеммен. Так, Jetta Airline бағасы $16,500. $16,500, 50,000 миль жүрген екен. Винкоды, панорама. Так, Subaru Legacy бағасы жазылмаған екен. Так, кеттік ары қарай. Мотор дұрыс жұмыс істеп тұрған жоқ. Так, Sorento көп сұрайсыздар. Sorentоны айта кетейін десем, тағы да бағасы көрсетілмеген. Жалпы осы, қазір тағы да үзіліс жасап жіберейік. $16,000, 2019 жылғы дейді. $16,000 Tesla. Кстати, Tesla бойынша кеше бір Tesla қарадық.
Model S деген. Ол 13 мың доллар салып тұр екен, бастапқы бағасы. Оны бірақ біз базардан қараған жоқпыз. Мынау дуал мотор дейді, двойной мотор. Так, 16 мың доллар, 2019. Электрический, ВИН-коды 94 мың миль жүрген. Так, Сиенна. Сиеннамыз 38 мың доллар салып тұр. 2021 жылға. 2.5 гибрид. Так, Kia Sportage. Kia Sportage 2020 жылға. Так, 2.4 объеммен. ВИН-коды, панорама, барлығы бар. У нее цена какая? 22, да. 22, 22 мың доллар. 22 мың доллар. 1 минут пробег. Без пробега? 1 А что с ним было? Утопленник? Все, брат, не было. Утопленник? Ничего не было, брат. Посмотри ВИН-код. X-Line дейді. ВИН-кодын қарау керек енді. Оны кейін қарай жазармыз. Бірақ 22 мың доллар бізге артыға қалай болады екен? Учет қою есептеп жүру керек. Жалпы осы. Так, Аскент бойынша. Негізі Асцент қой. 2019 15.500 доллар. Асцент. Шампан түсінде. Келесі CR-иміз 17 мың доллар сап тұр. Бұның жылы Subaru Forester 2017 жылғы 8200 доллар. ВИН-коды. Жасыл түсті, панорамный крыша, велюровый салон, 2.5 мотор, полный привод. Яғни рестайлинговый. Так, мынау енді Outback'тің жаңа рестайлинговый. Бұның сап тұрған бағасы жазылмаған екен. 23 жылғы 2.5. Бірақ кеше жаңа біз айдап жүрген Outback, ол да 24 жылға 2000 миль ғана. Оны осында келуімен аукционнан 15 мың долларға түсті оған. Клиентке 15 мың долларға түсті. Ол жерде багажник және мынау бамперлер бар, бірақ ас жағын кішкене тарту керек болды. И багажниктің ас жағын кішкене реттеп жүріп болды. Басқа ешқандай проблемасы жоқ. Аукционнан келген бағасы сондай болды. Так, Lexus ES 300 2.5 объеммен гибрид. Так, 2013 жылғы ВИН-коды мінекей. 11500 доллар сап тұр екен. Сұр түсті. Бежевый салонмен. Люгімен. Lexus'тердің енді барлық комплектациясы былай айтқанда жобамен бірдей. 11500 доллар. Тағы саудасы бар. Так, ES 300 дейді. Аш бұл енді жаңасы, бұл 2019-20 шамамен 2019 екен. 65 мың миль жүрген. 2.5, бірақ бағасы жазылмаған екен. Бұның бағасы енді шамамен где-то 23-22 мың доллар шығар. Бұлар гибридтер кішкене қымбаттау жүреді. Бұл жерде де спрос та бар, бізде де спрос та бар. Так, келесі K5-ымыз 2020 жылғы 95 мың миль жүрген 1.6 объеммен ВИН-коды 14 мың доллар сап тұр екен. 14 мың доллар панорама, кожа, комплектациясы жақсы. Бесключевой доступ, БСМ 14 мың доллар сап тұр екен. Так, ары қарай кеттік. Так, Subaru Forester Touring комплектация. Мәшін жағдай жақсы сияқты. 22 жылғы. Так, 26 мың миль жүрген екен. Бірақ бағасы жазылған екен. Я, Touring комплектация. Так, ВИН-кодын көрсетейін. ВИН-коды
акустика Harman Kardon. Енді туринг болған екен, бұл жерде енді максимальный комплектация. Пробегі 2670 миль екен. Өкінішті бағасын біле алмай тұрмыз. Егесі де жақын жерде жоқ. Екен Ford Bronco. Сап тұрған бағасы $37.800 21 жылға. 2-де 3 объеммен 16.000 миль жүрген екен. Так, вин-коды. Полный привод. Крыша съемный. Яғни пляжная версия. Американский УАЗик. $37.800. Кожан салонмен барлығы. Енді комплектациясы жақсы. Lexus ES гибридный. $28.500 2020 жылға. 2.5 объеммен. Вин-код, биржевый салонмен. Қара түсті. $28.500 дейді. Так, RX 350 2015 жылға. $15.500. Стартовый ценасы. Мінекей вин-кодын қарай кетіңіздер. Вин-коды және Эшен цветі қоңыр салон екен. Коричневый салон. $15.500 дейді. Сәл қымбаттау айтып тұр, бірақ жалпы болады. Осы жоба. Кезекті автокөлігіміз. Қазір экспортқа кіретін боламыз. Мына жерден вин-кодын тексереді. Одан кейін ары қарай спецсонға өтеміз.